Конституциялық реформалар аясында ата заңның жаңа редакциясы қоғам өмірінің негізгі салаларын қамтып отыр. Әсіресе еңбек қатынастарына қатысты нормаларға басымдық беріліп, азаматтардың құқықтарын қорғауды күшейтуге бағытталған бірқатар өзгерістер ұсынылды. Конституцияның жаңа мәтіні мемлекеттік басқару жүйесін жетілдіруге, азаматтардың шешім қабылдау үрдісіне қатысу белсенділігін арттыруға және өңірлердің әлеуметтік экономикалық дамуына қосымша мүмкіндіктер қалыптастыруға бағытталған. Құжатта азаматтардың еңбек құқықтарын қорғауға ерекше мән беріліп, еңбек саласындағы конституциялық кепілдіктер күшейтілді. Атап айтқанда, әр адамның еңбек етуге, қызмет пен кәсіп түрін еркін таңдауға, қауіпсіздік пен гигиеналық талаптарға сай еңбек жағдайымен қамтамасыз етілуі нақты айқындалған. Заңда белгіленген тәсілдерді қолдана отырып, жеке және ұжымдық еңбек дауларын шешу құқықтарда кепілдік берілген. Ұсынылып отырған өзгерістерді қолдай отырып, Конституцияның жаңа редакциясы әлеуметтік әділеттікті одан әрі нығайтуға, азаматтардың өмір сүру сапасын арттыруға маңызды рөл атқарады деп сенеміз.